Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге укропты, яғни осындай көк шөптерімізді қысқа қалай сақтау керектігін көрсетемін. Яғни барлықтарыңызды мүмкін білетін шығарсыздар, білмейтіндеріңізде де болар. Өзім осылай жылда укроптарды осылай сақтаймын. Яғни бізге керегі укроп, мен кешкілік укроптарды жуамын да, яғни огород суарып жатқан кезде, бақшаны суарғанда укроптарымды су шашып жуып қоямын. Сөйтемін де таңертең ертерек барып, осы өз огородымнан, яғни бақшамнан барып, осындай нелерімді, укроптарымды жинап алып келемін. Өйстіп жинап алып келемін де барлығын майдалап, ұсақтап тұрып тураймын бәрін. Осылай жақсылап турап аламын да, бұларды осы кәдімгі ақ қағаздың бетіне осындай қылып, үлкен газет болсын, яғни ақ бәрі қандай болса да, сондай үлкен қағаз болса тіптен жақсы. Осыларды осы қағаздың үстіне жайып аламын, яғни барлығын араларын ашып, әбден жақсылап кебу үшін араларын жақсылап ашып жаямыз, яғни кеппей қалмауы керек. Өстіп барлығын жасап алғаннан кейін бұны біз кептіріп қоямыз. Кептіріп қойғаннан кейін, осындай әбден кепкеннен кейін, осындай кішкене банкілерге салып, қысқа сақтап қоямын. Яғни үйдегі кәдімгі ас үйде тұра береді, столдың үстінде болсын, шкаптың үстінде болсын, барлық жерге қойып қоюға болады, ештеңе де қалмайды. Ол үшін өте жақсы кебу керек біздің укроптарымыз. Сол кезде бұларға ештеңе болмайды, яғни ешқандай бұзылып кету болмайды. Сол үшін осы укроптарды барлығын жақсылап майдалап турап алғаннан кейін сақтап қою үшін кебу керек, асықпай барлығы біркелкі бөлме температурасында кеуіп тұруы керек.